Кім білген жетістік пе, кемістік пе, 4-5 дос жолға шықтық келістікте, асқан көңілдердей экспресс ағызып келеденді кеңістікте. Бас қосып көрші көлем туыс жандар, батасын беріп қалды таныш шалдар, болғаны 5-600 теңгеменен білетін 5-6 ауыз орысшам бар. Бабамыз мал бағуды кәсіп етіп, бағытын өзгертпеген осы беті, біз енді кеңістікпен қоса бүгін келеміз ғасырларды басып өтіп. Жүйткейді қарайғырдың жалы шұбап, жолаушы балалардың жаны шуақ, қарайды терезеден құла дүзге, вагонның әйнегіне жабысып ап. Вагондар теңселеме, ырғалама, ысқырып жақындады бір қалаға, шәй ішіп, шып-шып терлеп біз отырмыз, аз бекен 10 стақан бір балаға. Көреді сені дала данасындай, қабылда қазму бізді баласынбай, ауыл мен астананың екі арасы, жарық пен қараңғының арасындай. Әйтсе де шоқтай жанып қара көзің, ешкімді менсінбейтін дара кезің, бас мына толған қиял біле алмадым, барады қалай тартып паровозың. Жетпей ме бол сегерде бойыңда нәр, жайым жоқ күндіз түні дайындалар, қаптаған Алматының ақындарын қалпақпен ұрып алу ойымда бар. Әл алда қамал бұзар көп күніміз, әзірше жас жазушы деп біліңіз, әйтсе де жер жарардай дүбіріміз, әйтсе де тау жығардай екпініміз. Бетке алып әлгі әйгілі қала жақты, боздатып пойыз біздің бара жатты, қоямыз сипап іш киімге, шешеміз тігіп берген қаражатты. Абитуриент болғанша түк түсінбеппін. Университеттің қабылдау емтиханынан бастап көзім ашыла бастады. Оған шейін соқыр сезіммен ғана өмір сүріппін. Оқуға түсу үшін біздер бүгінгі күнмен салыстырғанда өте көп сабақтан емтихан тапсырдық. Жазбашасын, ауызшасын қосып есептесек, біздер бір емес, 7 бірдей сыннан өтіппіз. Есеңгіреткен де солар, есімізді кіргізген де солар. Тарих менің осы күнге шейін жақсы көретін дүнием. Тарихи шығармалар мен тарихи зерттеулерді, тіпті оқулықтардың өзін өз басым күні бүгінге шейін үзбей оқып келем. Мектепте алған білімімнің өзі тәп-тәуір болатын, бірақ қабылдау емтиханында бір бюробас ағай қаншама сұрағына жауап берсем де, қалай әдемі жауап берсем де 4-тен артық баға қоймады. Ал орташалау тапсырған бір талапкерге менің көзімше 5 қойды. Жағрафия пәнінде де солай болды, 4 алдым. Ал Арменияның халқы 40 миллион деп жауап берген жігітке 5 қойды. Бірақ ол бәрібір түсе алмай кетті. Ең жақсы білетін және жақсы көретін пәндерімнен 4-тен артық бағалы алмағаннан соң оқудан күдер үзе бастадым. Тіптен шалғай, тіптен түкпірде туып, алыс ауылда өскен біздер үшін орыс тілі мүлде бейтаныс, мүлде жұмбақ тіл болатын. Білмейтін тіліңді білетін тілде түсіндірсе бір сәрі ғой. Білмейтін тілде оқып, дәлірек айтсақ оқытып, әбден сорымызды қайнатқанды. Енді міне соның зардабын тартатын болдым. Соны ойласам, төбе шашым тік тұрады. Егер қойып жатса бұл жолы 3-тің өзіне ырзамын. Ал 2 қойып жатса ренжи алмайым. Менің орысшам 3 емес 2-ге лайық. О жасаған жар бола көр. Осындай үреймен, осындай көңіл күйіммен жүріп, орыс тілі диктантын 4-ке жаздым. Ал ауызшаның жөні бір бөлек. Мен онда білмейтін тілде сайрап, білмейтін тілде жауап беруім керек. 10 минутқа жетпейтін орыс тіліммен қалай емтихан тапсырам? Бірақ қалай қайғырғанмен, қалай қақсағанмен, қалай жылағанмен бәрібір тапсыруға тиіспін. Тәуекел деп кірдім де кеттім емтиханға. Емтихан алушылардың саны көп емес, 1-2 адам, оның да біреуі кіріп шығып жүреді, отырмайды. Біреуі тапжылмайды, 2 көзі билет алған талапкерлерде.
Басқаларға қандай сұрақ келгенін білмеймін, ал маған ақылға қонбайтын қырсық сұрақтар бұйырыпты. Горький и мировая литература. Мемлекеттік емтихан болса бір сәрі мектептен жаңа шыққан сарауыз балапанға осындай сұрақ қоям екен. Кешегі мектеп оқушысы, оқушы түгіл студент, студент түгілі мұғалімдердің өзі. Тіпті кейбір ғылым кандидаттары осы сұраққа жөнді жауап бере алар ма екен? Ақылға сыймайды. Әйтсе де бұл сұрақ мені қорқыта алмады. Орысша білмесем де қазақшаға аударылған кітаптар арқылы орыс жазушыларын, тіпті шетел жазушыларын да тәп-тәуір білетінмін. Көркем әдебиеттің өзін ғана емес, әдебиет және искусство журналы арқылы әдеби талдаулар мен шолуларды көп оқитынмын. Сол мақалаларда Лусинді Қытай Горькийі, ал Андерсен Нексені Данияның Горькийі деп жататын. Говард Фас деген жазушы болған. Бүгінде оны ешкім де білмейді. Кезінде оны Американың Горькийі деп мақтайтын. 10 минутқа рең жететін шолақ орысша мен осының бәрін балықтырып айтып шықтым. Емтихан алушы әйел біресе оңға, біресе солға бұрылды. Біресе жоғары қарады, біресе төмен қарады. Орыс тілінің омыртқасын біраз мүжідім-ау деймін. Мұғалімнің екі беті қып-қызыл боп алаулап кетті. Ұлы орыс тіліне қиянатқан емес, обал жасап отырған мен емес, өзі секілді сезінсе керек, тіптен абыржып, не істерін білмеді. Бір мезгілдерде ғана барып есін жидау дейім, ақырын ғана: сіздің орысшаңыз, кешіресіз, мүлдем кәдеге аспайды, мүлдем. Бірақ ақылға сыймайтын бір нәрсе: сіз тақырыбыңызды әбден жақсы білесіз. Бұл тақырыпты талапкерлер түгіл студент түгіл аспирант, тіпті кейбір ұстаздардың өзі біле бермейді. Мұндай сұрақтың емтихан билетіне қалай кіріп кеткеніне таңым бар деп біраз отырды. Не істерін білмеді ғой дейім, алдындағы ақ қағазды шыжбайлап сыза берді. Әйтсе де, деді содан кейін сөзін жалғап: орысша өте нашар сөйлегеніңізге қарамай, қиын сұрақтың өзіне тәп-тәуір жауап бердіңіз. Байқайым, қайнаған қалың қазақ ортасынан келген оқушысыз ғой. Тілді әлі-ақ үйреніп кетесіз. Құдай қаласа, сізден түбінде жақсы әдебиетші шығады, шығуға тиіс. Мен сіздің болашағыңызға сенем, сондықтан 5 қоям деді. Мен әрине өз құлағыма өзім сенбедім. Қуанғаннан жүрегім жарылып кете жаздады. Дей беріппін. Спасибо дегім келген болу керек. Мектеп есігін жаңа ғана жапқан ауыл баласында қайбір данышпандық ақыл болушы еді. Ойлаймын келіп, кейін сұрастырып білдім. Тарихтан емтихан алған мұғалім өзімнің жақын жерлесім болып шықты. Тіпті жерлесім болмай-ақ қойсын, дұрыс жауапқа дұрыс баға қоюы тиіс емес пе? Өмір босағасынан енді аттаған таптазы талапкер балаға осылай қиянат жасауға бола ма? Менің бағамды түсіріп, біреудің бағасын өсіріп қойғанмен, біреулердің жетектеген жетесіз жақындары бәрібір оқуға түсе алған жоқ. Ал түскендері оқып жарытпады. 1-2 айдан кейін белгілі болды: көркем әдебиетке, тілге ешқандай қатынасы жоқ можан топай біреулер болып шықты. Бір жаманы, солардың кесірінен қабілетті талапкерлер сыртта қалды. Соңынан білдім, солардың бірі кейін қазақтың көрнекті жазушысы болған, өлерінің алдында Абайдың қателігі атты роман үшін мемлекеттік сыйлыққа ие болған Рамазан Тоқтаров. Балы жетпегендіктен университетке өте алмай, шет тілдері институтының француз факультетіне түсіп, соны бітіріп шықты. Маған ойламаған жерден 5 қойған жомарт мұғалімнің кім екенінде кейін білдім. Қыз күніндегі фамилиясы беймәлім, сол кездегі фамилиясы Поссе, аты жөні Татьяна Владимировна. Біздерге сабақ берген жоқ, бірақ анда-санда көріп тұратынмын. Кейінірек көз жазып қалдым. Бірнеше жыл өткеннен кейін Александр Жовтис деген әдебиетші және аудармашыдан сұрап көріп едім, ол оны бірден мақтай жөнелді. Айтуына қарағанда
өте адал, не болса да әділін айтатын тура адам болған екен. Саяси қуғынға ұшыраған қазақ, орыс және еврей интеллигенциясына батыл ара түсіп, біразын аман алып қалыпты. Жофтистің осы әңгімесінен кейін мен ол туралы өлең жаздым. Біраз жылдар жатып кейінірек «Қылыш пен қанжар» кітабыма кірді. Өлең тұсаукесер деп аталады. Ол туралы да, өзім туралы да сол өлеңнің біраз шумағын еске түсіріп көрейін. Ойларымды ысырды оқыс тұрған бір құйын, есіме тез түсірдім әрбір елдің горкиін. Қабілет пен сауатқа қай кезде де көп сенем, Лусинмен сабақтап түйіндедім нексемен. Тағдыр тағы тырнағын батырдыма барысша, сынға түсті жұрнаға, жалғауы жоқ орысшам. Жақсы ойларды тілімдеп, жатса тілім кінәлі, көз әйнегі күлімдеп, сөйлеп берді мұғалім. Әріптестер еншілес, мүмкін маған тағарсын, орыс тілің онша емес, оны түзеп аларсың. Күндердің бір күнінде ұғатындар ұғады, жаңылмасам түбінде сенен кадр шығады. Адамын мен сыйлаған, апа мен ағаны, қазақтарым қимаған, қиды ол үлкен бағаны. Мен зымырай жөнелдім, көңіл әбден өскесін, дана қызы ол елдің тұсауымды кескесін. Осы бір азамат әйелдің, көреген ұстаздың алдында мен адам ретінде, ақын ретінде де мәңгі қарыздармын. Мен оны ешқашан ұмытқан емен. Өмірдің әр белесіне шыққан сайын Татьяна Владимировнаны бір еске алам. Қазақ КСР жоғарғы кеңесіне депутаттыққа ұсынылып, сайлаушылармен алғаш рет кездескенде де мен ол кісіні есіме алып, қарыздар адам ретінде атын атап өттім. Шынын айтсам, маған кезінде, өте керек кезінде қол ұшын берген, маңдайымнан сипаған, қолтығымнан демеген жақсылар мен жайсаңдар, Құдайға шүкір, аз емес. Мен өзімді шарапаттың шуағында өскен бақытты гүлдердің бірі деп санаймын. Ұлы Отан соғысынан кейін Батыс Қазақстанның жағдайы, соның ішінде менің туған ауданның тұрмысы, хал-ахуалы жақсы бола қойған жоқ. Жартылай аш, бүтіндей жалаңаш ғұмыр кештік. Нанды талонмен алып тұрдық. Ертемен сатылатын сол нанның өзіне бір күн бұрын кешкісін барып тіркеліп, сол дүкеннің түбінде түнеп шығатынбыз. Аудан орталығының нан дүкені биіктеу бір төбенің басына орналасқанды. Әрең дегенде қолым жеткен бір буханка нанымды қолтықтап, әлгі төбеден түсе бергенімде көзім қарауытып басым айналды. Төңіректі қара түнек басты да иненің жасуындай ғана жарық қалды. Сәлден кейін ол да өшіп, мен жалп етіп құладым. Біреулер көрсе керек аузыма су тамызып, үйіме жеткізіп тастады. Мұндай жағдайда оқуды қалай жалғастыруға болады? Уақытша тастай тұруға тура келді. 4 сынып бойына мені оқытқан мұғалім апайым атанам бармаған аудандық оқу бөліміне барып, арызданып жүріп, өлердегі сөзін айтып, мектеп-интернатқа орналастырды. Тек қана соның арқасында орта мектепті бітіріп шықтым. Әлқисса, бұл бағыттағы әңгімелер мұнымен шектелмейді. Өмір жолында маған оң қабақ танытқан, аузыма су тамызып, жылы сөзімен жұбатқан, жүрек шуағымен жылытқан жайсаң жандар жөнінде әлі талай сыр шертпек ойым бар. Ондай ойларым болмаса, мен бұл кітапты жазбай-ақ қойған болар едім.